Сәлеметсіздер ме, Асхана ханшайымдары? Бүгін сіздермен тойымды әрі жұмсақ болып шығатын осындай пигоди дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге біздің отбасы мүшелеріміз аз болғандықтан мен 300 литр суға ғана иледім. Ол үшін суға 1 шай қасықта тұз және 1 шай қасықта ашытқы дрожжи қажет болады. Көз мөлшерінде қамыр илейміз, яғни қамырыңыз жұмсақ болу керек. Қатты көп ұн қоспаңыздар, бастапқы аз-аздан қосып осылай араластырып илеп алу керек. Қамырыңыз қатты болып қалмауын қадағалаңыздар. Қамыры өте жұмсақ болу керек, яғни пісірген кезде ол қамыр қатты болмай жұмсақ болып үлпілдеп шығады. Міне, қамыры дайын болды, оны біз ашытуға қоямыз. Ішіне салмасына бізге капуста, ет және пияз қажет болады. Осылай бөліктерге бөліп, көбіктерге турап, пиязды да етті де бәрін турап аламыз. Мен өзім ішіндегі салмасын майға бір рет қуырып аламын, яғни көп қуырмайсыз, ең ұзағымен 5 минут осындай отқа қойып араластырып аласыздар. Бірінші капустаны саламыз, сосын үстіне пиязды саламыз. Ал етімізбен үш майымызды астындағы отты өшіргеннен кейін араластырып жібереміз. Менде осындай қамыр дайын болды, өте жұмсақ. Ол көріп тұрғандарыңыздай қолға жабысатын. Осындай кішкентай суғалар жасаймыз. Менде 11 штук пигоди шықты. Осындай шашықпен бетін жауып қойыңыздар, кішкене демалып тұрады. Видеодағыдай етіп жайып аламыз. Қатты қалың етіп жаймаңыздар, қатты жұқа етіп те жаймаңыздар. Орташа көлемде осындай 1,5-2 сантиметрлік көлемде қамырды жайып алып, осындай ішіне салмасын салып, осылай біріктіріп қоямыз. Жақсы түсінікті болу үшін мен екіншісінде көрсетіп жатырмын. Дәл осындай қалыппенен пигодиларымызды ішінде салмасын салып аламыз. Міне, барлығы дайын болды, мен салып болдым, мантаваркаға да қойдым. Аз болсын деп айтамын. Осындай жұмсақ әрі тойымды болатын пигоди дайындай аласыздар. Ішіне салмасына морковный салат салып жесеңіздер болады. Аз болсын.